Ассаламу алейкум, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге чи бауырсақтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ал ендеше бисмилла деп бастайық. Ең әуелі жылы суымызды құйып аламыз, 1 стакан. Одан кейін тұз бен қантымыз саламыз, және де жұмыртқамыз саламыз. Одан кейін жақсылап араластырамыз. Суымыздың ішіндегі қанты мен тұзы жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Әбден жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне сұйық майымызды құямыз. Одан кейін алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды дайындап қоямыз. Мінекей сұйық майымызды құйып болғаннан кейін ұнымызды үстіне салып, және де 1 шай қасық ас содасын салып, жақсылап осылай араластырамыз. Қамырымыздың жұмсақ иленіп шығу үшін осылай бастапқыда қасықпен араластыратын боламыз. Одан кейін барып қолымызбен илей береміз. Қамырымызды ең бастысы жұмсақ қылып илеп шығамыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін иін қандырып, осылай көп рет басып шығатын боламыз. Сонда қамырымыздың жақсы иі қанатын болады. Одан кейін салафанға орап 20 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз біраз тұрғаннан кейін қайтадан бір қайтарып илеп жібереміз. Сонда қамырымыздың иі жақсы қанатын болады. Илеген қамырымыз тынып дайын болды. 20 минуттан аса тұрды. Енді осы қамырымызды алып, тура лағманның қамыры сияқты жіңішкертіп шығамыз. Одан кейін осылай бауырсақтарымызды кішкентай қылып барлығын осылай кесіп шығамыз. Мінекей осылай бауырсақтарымызды кесіп дайындап алдық. Енді қызып тұрған майымызға бауырсақтарымызды салып, осылай араластырып тұрамыз. Сарғая бастаған кезде алатын боламыз. Өте қызартып жіберсек, онда бауырсақтарымыз қатты болып қалады. Сондықтан осылай сарғыш кезінде ала беретін боламыз. Мінекей осымен бауырсақтарымыз дайын болды. Мінекей ши бауырсақтарымыз дайын болды. Өте дәмді болды. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет.